Менен бір оқырманнан мынандай хабарлама келді. Сіз армандар кітабын жазасыз, армандар кітабын күнде жазып жатсыз. Сол армандар кітабының ішінен жазылып жатқан армандарыңыздың ішінен бір орындалған арманыңыз бар ма? Бізге айтыңызшы. Мен арманымның орындаларына сенбеймін. Ол әшейін қағаздың бетінде жазылатын арман ғана ғой, ол қалай орындалады деген. Вот қыздар, арманның орындалмау бірден бір себебі сіздің сеніміңіз. Сіз осы бастан арманыңыздың орындалмайтынына сеніп отырсыз. Сіз сенбегеннен кейін ми қалай сенеді? Ал сізге сұрақ. Сондықтан қыздар, бірінші арманның орындалуы үшін сіздің миыңыз сену керек. Осы тұста мен сіздерге арман кітапшасын қалай бастап кеткенімді айтып берейін. Мен өзім 24-7 үйде болғаннан кейін күнде телефон қарап, күндегі өмірім бір күнімме ұқсап кетті десем болады. Сол тұста өзімді өзгерткім келді. Қапыл аяқ асты өзгерткім келді. Сода менде какой-то үйде бір ручкам я бір парақ жазатын дәптерім жоқ екен. Бір күні магазинге бардым да 3-4 парақтан, кітапшасына, ручкадан бәрін алып келдім да бір күнде өзім армандарымды жаза бастадым. Әшейін просто так жаза бастадым. Бір күні жылап отырып өзіме сұрақ қойдым ғой, сен не істеп жүрген адамсың өзі? Өзіңнің я арманың жоқ, я болмаса бір тұрақты жасап атқан жұмысың жоқ, не істеп жүрген адамсың деп. Өзімді өзім кәдімгідей жеп тастағам ғой. Үйде декретте отырғаннан кейін білесіздер ғой, күндегі тірлік бір-біріне ұқсай береді. Айтады ғой, бір күніңе ұқсамасын, әр күнді әсемде өзіңнің қолыңда дейді ғой. Солай не керек? Мен ноябрьден бастап, алдыңғы 2023-ның ноябрьінен бастап мен уже армандар кітабын жаза бастадым. Жайлап уже жаза бастадым. Солай маған мынандай керек, мынандай алғым келеді, мынандай заттар керек деп. Ал соның ішінде, армандардың ішінде орындаған сіздерге бір-екі затымды айтып кетейін. Солай мен бір ай ноябрьден бастадым ғой, декабрьге дейін бір ай тоқтамай күніге кәдімгідей жаза отырдым. Содан менің декабрьдің 5-і менің туған күнім болатын болды. Но енді мен оның алдында күйеуіме айтатын, просто так, енді мен айтатын да, просто маған мынандай телефон алып берші, айфон ғой енді, телефон алып берші, мен памятім жоқ деп просто так айта салатынмын да. Мен оны, мен оған күйеуіме сен алып бер, бол деп, мен оған мынандай не еткен жоқпын. Просто так армандар кітабында ол арманым бар тұғын просто так айта салдым, маған телефон алып берші. Ол я деп менімен құтылып қоятын. Мен де я деп қойшы деп, мен де не істемей елемей жүретінмін да. Содан туған күні болған кезде түнгі 12-де күйеуім жолдасым маған 14 Pro Max телефонын сыйлады, iPhone. Мен ол кезде қуанып кеттім, прямо енді кәдімгідей менің сразу уже арман кітапшам есіме түсті ғой. Солай ертесіне үйдегілердің бәрі құттықтап, туған күнімен деп бәрі құттықтады. Енді телефонды барлық семьямның артынан қабылдадым ғой. Атам бар, енем бар деген сияқты, жолдасым бар деп. Енді оңай ақша емес қой, мысалы 700 мың теңге ма, 650 мың ба, сондай. Енді білмеймін, енді примерно подарканың ақшасын сұрамайды дейді ғой, мен білмейді екенмін қанша екен. Солай үйде кішігірім туған күнімізді атап өтейін деп жатқан кезде кешкісін енді атам мен енем тұрып тосын сөйлеп жатыр ғой, туған күнің құтты болсын. Негізі менде үйде атам мен енем мені ешқашан келін деп атаған емес, өмірі ылғи мені балам деп өліп қала жаздайды. Солай тілектің басында балам туған күнің құтты болсын деп, осылай бүгін атаң екеуміздің атынан саған алтын цепочка деді. Ал ең қызығы, сол алтын цепочка менің арман кітапшамда болатын. Ал ол просто так дәптерге жазған, какой-то болмайтын дәптерге жазған арманның бірден бір бөлігі. Сіздерге сосын бір айта кетейінші, арман деген ол машина алу, үй алу дейтін ол үлкен белестерден емес, какой-то болмайтын мелочь, болмайтын ұсақ түйекке армандай білу керек. Соны армандай беру керек, сен өзіңе миыңа құя беру керексің. Күнделікті жазып, ал сол жазып отқан кезде соны сен сол эмоцияны өзіңе сезіне алу керексің. Енді кімде-кім машинаны армандамайды, мен де машинаны армандаймын, но болашақта өзімнің болған қалаймын. Өзімді жеке, өзімді салоннан барып, өзімнің еңбегімен, таза еңбегімен алғым келеді. Ал мен сол арман кітапшасына какой-то маған машина керек деп, какой-то мен примерно елестетемін, менде мынандай машина, сол машинаны айдап отырмын деген сияқты, сондай эмоциямен қалдыру керек. Сондай эмоциямен жазу керек армандар кітабын. Сондықтан армандай біліңіздер, армандар орындалады.
болатынына сенемін, мен 100% сенемін. Алла қаласа енді шетелді кім армандамайды, мен де арман кітапшасына шетелге шыққым келеді дедім. Алла қаласа енді Алла амандығын берсе жақын арада шетелге шығайын деп жатырмыз. Ал сол сіздерге тағы бір момент айтып кетейін. Өзіңнің армандап арманыңды сол орындалайын деп жатқанын, бір затты алайын деп жатқаныңды, бір затты алғың келетініңді бірақ ешкімге айтушы болма. Когда сенің сол арманың орындалып, сен соған прямо қол жеткізгенде барып ол көретін адам бәрібір көреді. Сондықтан армандаған кезде мен алайын деп жатырмын, мен былай жасайын деп жатырмын деген сенің алдағы сенің пландарың дейміз ғой, пландарыңды ешкімге айтушы болма.